Қайырлы күн достар. Бүгін тәбет ашатын бір оңай салатты жасайтын боламын. Үйде менде ет қалыпты екен, кеше бешбармақ асқан едім. Содан осындай ет қалды. Енді босқа тастамайын деп останға салат жасап жіберемін. Бұл жерде 200 грамм ет бар. Одан кейін бізге 2 дана қияр, 1 дана сәбіз және де болгар бұрышы және де 1 дана сарымсақ, пияз керек болады. Одан кейін дәміне қарай тұз және де кунжут керек болады. Одан кейін міне корейский для огурцов деген міне осындай приправа бар, заправка. Осыны қосып жасайтын боламыз. Ал енді ең алдымен мына огурцыларымызды бөліп аламыз. Міне осылай. Осы бөліктерге бөліп аламыз, қатты үлкен қылмай. Қазір жеке тысқа салып алайын. Енді осы туралған қиярымыздың үстіне 1 шай қасық тұзды салып араластырып қойып қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді бұны қоя тұрамыз. Енді келесі сәбізімізді осы теркадан ұзын-ұзын қылып өткіземіз. Сәбізімізді өткізіп алдық. Енді тәтті бұрыштарымызды осылай ұзыншалап кесіп аламыз. Жіңішкелеп ұзыншалап кесеміз. Жарайды бұта, айғайнамыз. Міне осылай майдалап, сақтап кесіп турап алдық. Негізі біреуге жетіп қалатын сияқты, мен екі тәтті бұрышты турап жатырмын. Біреуге жететін сияқты. Міне, барлығын осылай өте жіңішке турап алдым. Ал пиязымызды ортасынан бөліп, осылай жартылай домалақтап турап аламыз. Тоже жіңішке тураласаңыздар, әдемі көрінеді. Міне, осылай турап. Енді біз осы турап қойған дайын неміз бар ғой, етіміз бар ғой. Осыған қазір табамызға кішкене аздаған май құйып, сәл ғана бір ас қасық, үлкен қасықпен бір ас қасықтай май құйдым. Осыған етімді салып, негізі піскен ет мынау. Қазір бір 2-3 минут қуырып аламыз. Қазір мен қуырып аламын осыны 2-3 минут. Міне етімді қуырып әкелдім.
2 минут қуырып алдым. Енді жаңағы мына қиярымыздың үстіне ыстықтай қосамыз. Ыстықтай қосып осылай араластырамыз. Енді пиязымызды қосамыз. Бұдан соң сәбізімізбен осы тәтті бұрышымызды қосамыз. Одан кейін енді осы приправамызды қосатын боламыз. Барлығын қосып жібереміз. Міне қостым, енді араластырамыз. Қолым таза менің. Осылай қолмен араластырған жақсы. Атсым кішкене кішіректеу болып кеткен сияқты. Күйіндеу шұңғыл ыдысқа араластырамыз. Міне жақсылап араластырып алдым. Мына жерде міне кунжутты қуырып алдым. Міне осы қуырылған кунжутымызды себеміз бетіне. Негізі қуырмай-ақ қосап жатады осы салаттарға, бірақ маған қуырылған кезде ұнайды да осы. Қуырылғанда дәмі күшті болады. Осы кунжуттен бір шай қасықты толтырып табамызға қуырып аламыз. Тез-тез қуырып аламыз, бұл тез қуырылады. Көп ұстамаймыз. Міне осымен салатымыз дайын. Міне біздің салатымыз осындай болып шықты. Міне көрініп тұр ма? Осындай әдемі болып шықты. Енді тарелкамызға саламыз. Өте күшті, тәбетті ашады және тез дайындалады. Міне осындай салат. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.